Петропавлдық таеквондошы Илья Хван Болгарияда өткен әлем чемпионатынан жеңіспен оралса, грек-рим күресінен алпамыс Тастанбек Босния Герцеговинадан қола медальмен оралды. Жеңімпаздарды жерлестері, достары, әріптестері пойыздан гүл шоқтарымен қарсы алды. Илья Хван 89 елдің мықтылары күшін асқан бәйгеде еліміздің көк туын көтеріп әнұранын асқақтатты. Эта мечта была с 9 лет у меня. Көптен күткен арманым орындалды. 20 жыл бойы төккен маңдай терім ақталып, әлем чемпионы атағын алдым. Бұл жетістікке жетуді 9 жасымнан армандағанмын. Қолдау көрсетіп, маған әрдайым сеніп отыратын ата-анама алғысымды білдіремін. Осы жеңісімді жаттықтырушым әрі әкем Владимир Хванға арнаймын. Ал алпамыс Тастанбек болса халықаралық деңгейдегі жарысқа бірінші рет қатысқан. Бағы мен бабы қоса шауып, спортшы қоржынға қола медальді салды. Әлем чемпионаты Сараево қаласында өтті, Босния Герцеговинада. Үшінші орын алған кезде өте қатты қуандым. Жақсы қуанышта болдым. Мен бірінші рет болып тұр өмірімде. Болашақта енді Қазақстандар болады, бұйырса Қазақстан әлем чемпионаты, Азия чемпионаттары. Чемпион спортшыларды қарсы алуға достары, таныстары, ата-аналар келді. Байрақты бәсекеде ел намысын абыроймен қорғаған жігіттер жаттықтырушыларының да үмітін ақтады. Кадеттер арасында әлем чемпионаты болды Босния Герцеговинада, Сараево деген қалада. 42 келі салмақта біздің балуанымыз спорт интернаттың оқушысы алпамыс Тастанбек 3-ші орынға ие болды. Соны бүгін құрметтеп күтіп алудамыз. 5 жылға жуық біздің интернатта уже күрес саласында еңбек етіп келатыр. Өзінің сондай тапқырлығымен, еңбегімен, біздің интернаттың тренерларының әдісімен, үйреткен ақылымен, өнерімен сондай жетістіктерге жетті. Спортшылар бірер күн демалып, жаттығуды бастап кетпек. Оларды алда әлі талай жарыстар күтіп тұр. Жасұлан Бектен, Азамат Жантөрин, ақпарат.